Сәлем арна көрермендері, қазақша тілді арнаның дамуына үлес қосып тіркеле кетіңіздер. Халықаралық қайта құру банкі Қазақстанға 345 миллион еуро қарыз берді. Парламент мәжілісі Қазақстан Республикасы мен Халықаралық қайта құру және даму банкі арасындағы қарыз туралы келісімді ратификациялау туралы заң жобасын мақұлдады деп хабарлайды Адырна тілшісі. Биыл шілдеде 345,7 миллион еуро қарыз туралы келісімге 24 тамызда қол қойылды. Қарыз толығымен бюджет тапшылығын қаржыландыруға бағытталады. Қаражат республикалық бюджетте көзделген әлеуметтік және басқа да басымды мақсаттарға арналған қаржыны қоса алғанда жалпы бюджет шығыстарын қолдауға мүмкіндік береді, деді Жамаубаев мәжіліс отырысында. Оның айтуынша, Дүниежүзілік банктың қарызы Қазақстанға 2,15 жылдық жеңілдік кезеңімен және 11,15 жыл өтеу мерзіміне беріліп отыр. Сыйақы мөлшерлемесі бір жоғы комиссия қарыз сомасының 0,25%-ын құрайды. Резервке қойғаны үшін комиссия қарыз қаражатының игерілмеген қалдығына жылдық 0,25%-ын құрайды екен. Айта кетейік, ақша қарыз туралы келісім күшіне енгеннен кейін бірыңғай транш түрінде бөлінеді.